Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей бүгін түс жору жайлы видео болады. Бүгінгі шығарылым түсіңізде Құран оқысаңыз қалай жорылады соған арналмақ. Әрине, қасиетті Құран сүрелері көп. Сол үшін де бүгін Ясин сүресі, Фатиха, сондай-ақ Ихлас және Мүлк сүресі жайлы айтамыз. Ясин сүресі жайлы пайғамбарымыз әр нәрсенің жүрегі бар, Құранның жүрегі Ясин деген. Имам Набуси былай деген: түсіңізде Ясин сүресін өзіңізге немесе біреуге оқып жатқаныңызды көрсеңіз, бұл өте жақсы нәрсе деген. Себебі бұл түсіңіз сіздің қиямет күні пайғамбарымыз Мұхаммедтің, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, шапағатына ие болады деген. Тұрмыстағы әйелдің түсінде Ясин сүресін оқуы, ол әйелдің ары таза, 5 уақыт намазына берік, адамдарға деген қарым-қатынасының өте жақсы екендігін көрсетеді деген. Тұрмыстағы әйел түсінде Ясин сүресін оқыса, егер ол әйелде бала болмаса, жақын арада жүкті болатындығына ишара деген. Бойдақ қыздың түсінде Ясин сүресін оқуы, ол қыздың көркем мінезді екендігін және алға қойған мақсаттарына сүрінбей жететіндігін білдіреді. Егер бойдақ қыз түсінде Ясин сүресін жаттап жатқан болса, өмірінің ұзақ болатынына және ізгі амалдарды көп жасайтындығына ишара. Жүкті әйел түсінде Ясин сүресін оқыса, жүктілігінің жеңіл өтетіндігіне ишара. Ер адамның түсінде Ясин сүресін дауыстап оқып жатқан болса, ол адамның пайғамбарымыз Мұхаммедке, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, еліктегенінің белгісі. Егер саудамен айналысатын ер адам түсінде Ясин сүресін оқыса, ол адам саудасынан мол табыс алатындығының белгісі. Егер ер адам бір әйелдің оған Ясин сүресін оқып жатқанын көрсе, ол адамның мейірімді және жомарт екендігіне ишара. Тұрмыс құрған әйелдің түсінде Ясин сүресін оқуы, ол әйелдің салихалы екендігіне ишара. Аль-Усайми деген ғалым, егер бойдақ қыз түсінде Ясин сүресін оқыса, ол Алланың қорғауындағы қыз және оған адамдардан да, жындардан да зиян келмейді деген. Тағы бір сөзінде Аль-Усаймидің жүкті әйел түсінде Ясин сүресін оқыса, ол әйел дүниеге салихалы ұрпақ әкелетініне ишара деген. Ал Фатиха сүресіне келетін болсақ, пайғамбарымыз Фатиха Құранның анасы деген. Ал түсіңізде Фатиха сүресін оқу сіздің бақытты екендігіңізге ишара. Бойдақ жігіттің түсінде Фатиха сүресін оқуы салихалы әйелге үйленетіндігінің белгісі. Набусидің айтуынша, түсіңізде қайтыс болған адамға Фатиха сүресін оқып жатсаңыз, ол адам арғы дүниеде жақсы орынға барғандығының белгісі. Түсіңізде Фатиха сүресін оқысаңыз немесе тыңдасаңыз, жақсы хабар келетіндігінің белгісі. Түсіңізде Фатиха сүресін тыңдасаңыз, арманыңызға қол жеткізетіндігіңіздің белгісі. Жүкті әйел түсінде Фатиха сүресін оқыса, жеңіл босанатынына ишара. Жүкті әйел түсінде Фатиха сүресін оқыса және босануға қорықса, босанатын уақытының жақындаған және салихалы ұрпақ әкелетініне ишара. Ер адам түсінде Фатиха сүресін оқыса, жақсы хабар алатындығына ишара. Ер адам жұмыс іздеп жүріп Фатиха сүресін оқыса, жұмысқа орналасатынын белгісі. Қайтыс болған адамға Фатиха сүресін оқыса, марқұмның жағдайының жақсы екендігіне ишара. Тұрмысқа шығайын деп жатқан қыз түсінде Фатиха сүресін оқыса, тұрмысыңыздың оң болатынына ишара. Түсіңізде Фатиха сүресін оқи алмай жатсаңыз, ауыр күнә жасағаныңыздың белгісі, тәубе ету керек. Түсіңізде Фатиха сүресін оқи алмай жатсаңыз, бір қиындық болатындығына ишара. Ихлас сүресі жайлы имам Ахмадта келген хадисте, кімде-кім Ихлас сүресін 10 рет оқыса, жәннатта оған бір сарай құрылады деген. Ал түсіңізде Ихлас сүресін оқу
сіздің тек бір Аллаға сенетіндігіңізге ишара және күнәлі істерден алыс екендігіңіздің белгісі. Себебі Ихлас сүресі Алланың бірлігін баяндайтын сүре. Түсіңізде Ихлас сүресін оқысаңыз, жағдайыңыздың жақсаратындығына және үлкен беделге ие болатындығыңыздың белгісі. Имам Наблуси мен Ибн Сирин кімде-кім түсінде Ихлас сүресін оқыса, ол тура жолда жүргендігінің белгісі деген. Түсіңізде біреудің Ихлас сүресін оқып жатқанын көрсеңіз, сіздің жеңіске жететіндігіңізге ишара. Бойдақ қыздың түсінде Ихлас сүресін оқуы оның мол рызық ие болатындығына ишара. Түсіңізде Ихлас сүресін оқысаңыз, дұғаларыңыздың қабыл болатындығына және жақсы хабар алатындығыңызға ишара. Бойдақ қыз түсінде Ихлас сүресін оқыса, жақында оған құда түсетіндігінің белгісі. Тұрмыс құрған әйел түсінде Ихлас сүресін оқыса, оның мейірімді екендігіне ишара. Тұрмыс құрған әйел түсінде Ихлас сүресін оқыса, уайымдарының кететіндігіне ишара. Жүкті әйел түсінде Ихлас сүресін оқыса, жеңіл босанатындығына ишара. Жүкті әйелдің түсінде Ихлас сүресін оқуы оның жауының жеңілетіндігінің белгісі. Ер адам түсінде Ихлас сүресін оқыса, оған ең жақсы бір мүмкіндік берілетінің белгісі. Ер адам түсінде Ихлас сүресін оқыса, оның мақсатына жететіндігінің белгісі. Пайғамбарымыз Абу Дәуідте келген хадисте, Құранда 30 аяттан тұратын сүре бар. Кім оны оқыса, қияметте оның күнәсі кешірілмейінше шапағат етуін тоқтатпайды. Ол Мүлк сүресі. Ал түсіңізде Мүлк сүресін оқысаңыз, Аллаға жақындайтындығыңыздың белгісі және өміріңізде жақсы жаққа өзгерістер болатындығының белгісі. Түсіңізде Мүлк сүресін оқу сіздің күнә істерге жақындамайтындығыңыздың белгісі. Түсіңізде Мүлк сүресін балаларыңызға оқысаңыз, ол балаларыңыздың өмірлері жақсаратындығына ишара, қаржы жағынан. Түсіңізде анаңыздың Мүлк сүресін оқығанын көрсеңіз, ол анаңыздың мешітке баратындығының белгісі. Түсіңізде Мүлк сүресін оқу қиыншылықтардан шығатыныңыздың белгісі. Түсіңізде ауырып жүрген адамға Мүлк сүресін оқысаңыз, ол адамның ауруынан айығатындығына ишара. Түсіңізде Мүлк сүресін тыңдау жасаған күнәларыңызға тәубе ету қажет екендігіне ишара. Түсіңізде Мүлк сүресін оқу алға қойған мақсаттарыңызға жететіндігіңізге ишара. Түсіңізде Мүлк сүресін оқу жалақысы жақсы жұмысқа орналасатындығыңызға ишара. Түсіңізде Мүлк сүресін адамдарға оқып жатқаныңызды көрсеңіз, ол адамдарға жақсылық жасағандығыңыздың белгісі. Түсіңізде Мүлк сүресін дұрыс оқи алмай жатқаныңызды көрсеңіз, жасап жүрген амалдарыңыздың жаман екендігіне ишара, сол істеріңізді тоқтату керек екендігіне ишара. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және де подписаться бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.